Так, саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүн кванттык физиканын соңку бөлүмү эсептерди осуна аяктайбыз. Кванттык физика толук аякталып бар. 8 ба, 9 ба, 9 шакты видео түсүрдүк кой дейм. Міндетті түрдө бәрін карап чыгыңыздар, өтө пайдалуу болот деп ойлойм. Өйткөнү 9 видео бар экен, осы соңгусу. Жай кванттык физика тарабынын өзүнө 9 сабак чыгарып отурмуз да. Ошондон бул баары пайдалуу болот деп ойлойм. Міндетті түрдө каналга жазайык, комментарий жазайык міндетті түрдө. Алдагы убакытта тарауга эсептер чыгатын болот. Өздөрүңүз жазып жибериңиздер, эле кандай тарауга каалайсыздар, сол тарауга эсептер чыгара беретін боламыз. Так, жакшы, онда бастайык. Жарык кысымын өлчөген галым дейт. Энди бул бизде Лебедев 82 бизде так Д нускасы болот. Электромагниттик толкуннун кысымын анықтайтын формула дейді. Бұл бізде 83-те так А нускасы болот. П тең 1 плюс так ро омега орта кысымын анықтайтын деп тур го. Эми мынау омега орташа дегенimiz не дейтин сурак койсок, бул негизи I бөлүнген С деп жооп берген дұрыс болатын шығар. Яни толукканды ашып жазсак, П дегенimiz бул 1 плюс ро көбөйтүлгөн I бөлүнген С деп жазган дұрыс болот деп ойлойм, түсүнүктүү болуу үчүн. Өйткені осы жағдай бізге керек болады да, мысалы қара дене үшін жарықтың шағу коэффициенті ол 0-ге тең ғой. Ал ақ дене үшін ол 1-ге тең да. Енді роның орнына 0 қоятын болсақ, мына жақта қара дене үшін мынандай формула шығады да, I бөлінген С деп ше. Қара дене үшін, өйткені 1-ге 0-ді қоссақ 1 шығады ғой. Ал ақ дене үшін роның орнына 1-ді қойсақ, 1 мен 1 қосады да 2 шығады да, сонда 2 I бөлінген С болады. Мына жақта как раз сондай сұрақтар келет бізде. Немесе алдыңғы сабақта болды ғой деймін. Қызыл, ақ және қара беттер күн сәулесімен жарықтанады. Барлық бірдей жағдайда қандай бетке күн сәулесі көп қысым түсіреді? Ол әрине ақ бетке, ал аз түсіретін ол қара бетке екен. Осыны жаттап алу керек болды. Енді мынандай есептер бар, нерде өте оңай есептер, сіз көрсетіп жібере салайын. Байынан берілген фотоэлементтің пәгі дейді. Ол жерде айтып болғанда не нәрсе екендігінде, өйткені шығу жұмысы бар бізде. Да, шығу жұмысы берілген, потом бар нью бар. И фотоэлементтің пәгін сұрап тұр, сонымен қатар бізге постояннылар берген, постоянный величина H есть и C есть. Бүйтеді, пәгі дейді, фотоэлектрондың максимал кинетик энергиясын түскен жарықтың энергиясына қатынасы дейді. Максимал кинетикалық энергияның түскен жарықтың энергиясына қатынасы дейді. Көрдік па? Формуласы қалай болады? Формуласы бізде E кинетикалық дегеніміз ол жалпы H нью минус A ғой. Ал мына просто H нью болады да, и көбейтілген 100%. Осыған қоя саласыздар болды. Бұны шығарып көрсетпей-ақ қойын, осы формаға салып шығарыңыздар, міндетті түрде комментарийға 80-ші есептің жауабын қалдырып кетіңіздер. Мысалға, E нұсқасы деген сияқты. Кеттік 81-ді көрейік. 81-де не дейді? Металл бетіне толқын ұзындық бар. Қуат бар. Пәк бар. Қанығу тогы дейм, қанығу тогын тап дейді, H бар, С бар. Так, бұндай есептерден қорқып керек емес, неге өйткені кез келген есеп шығаруға болады. Главный бұл жерде түсіну керек есептің берілгендігін. Бірінші қарап өтейік, не берілген. Металл бетіне толқын ұзындығы, қуаты, жарық сәуле түседі дейді. Яғни бізде лямбда бар, қуат бар, түскен фотондар 5% металдан электрондар шығып шығарса, қанығу фототок күші неге тең дейді, H бар және де С бар. Жақсы. Так, хорошо. Бірінші пәктің формасын өздер, пәк дегеніміз не до бізде? Пәк дегеніміз ол бізде так, бұл жерде бізде энергияның, яғни пайдалы энергияның неге қатынасы, пайдалы энергияның толық энергияға қатынасы ғой. Бірақ бұл жерде бізге айталу керек дейді. Сондықтан мұқият қарап шығайық. Тағы да бар. Металл бетіне түскен толқындардың ұзындығы бар, лямбда бар. Қуат бар. Пәк бар. Және қанығу фототок күшін табыңыздар дейді. Жақсы. Так, барлығы бар екен примерно. Так, орындарына қойып шығасайық онда. Орындарына қойып. Так, IU деп ашатын болсақ, бірақ I табамыз ба? Бұл жерде бізде P-ны ашуға болады ғой. Өйткені пайдалы қуатты біз I көбейтілген U деп аша аламыз да. Бірақ вопрос шығады, U-ды қалай табамыз деген сияқты. Так. Сондықтан бете салуға болады онда. Қарайық. Ең оңай варианты бай. Мына H-сы электрон деген сөз бар ғой бұл жерде. Соны қолданамыз да. H-сы бөлінген лямбда тең EU дейміз да. И осы жерден әкеп U-дың неге тең екендігін табастық болады. Осылайда шығаруға болады. Әдемі нұсқа болып тұр. Енді ең бірінші біз бетейік онда. Пайдалы қуатты қойық та. Есепті оңай қылып шығарайық.
пайдалы қуат дегеніміз не? Пайдалы қуат дегеніміз бұл толық қуаттың пәкке көбейтіндісі да. Сонда осы жерден бір десем пайдалы қуат деген не? Соны ашып жіберейік. Пайдалы қуат дегеніміз ол мысалға I көбейтілген U да. Мына P көбейтілген пәк. Ал U-ды біз жаңа ғана таптық. U неге тең дедік? Мынадан U шығарсақ, U-мыз неге тең? H бөлінген лямбда E да. H бөлінген лямбда E тең P пәк. И осы жерден келеміз айта басаламыз. I сонда не болады? P пәк лямбда C H ма? Вроде бәрі бар сияқты ғой, бәрі бар екен. Так, қысқаратын дүниелер бар ма? Бір қарап шығайық. Ойбай, С-сы несіне жерде? Е ғой мынау? Не? Мынау Е. Көрмей қапты ғой мені. Болды осы берілгендер. Осыған қойып шығарып көрсек жауабын тексеріп. Так, калькулятормен есептеп жіберсек, неше болады екен? Қорытық форма осындай бізде. Түсінікті деп ойлаймын. Так, 81-де сонда бізде шығады приблизительно есептесек, орындарына қойсақ. Так, мынау бізде 5. Так, 0,05. Так, лямбда бар. Е бар, бөлдік 6,3 кетсі. Приблизительно 7,2, оның мен 8-де шығады екен. Жауап F нұсқасы болады екен. Тексеріп көріңіздер, міндетті түрде мынаны калькуляторға салып, менде осындай шығып тұр. Так, келесі есептер шығарайық. 98-де не дейді? Так, 98-де бүйтеді. Так, қазанан яркісін көбейтейік кішкене. Қалыпты түскен жарық айналық бетке 100 килопаскаль қысым түсіреді. Айналық бет дегеніміз не? Айналық бетке қараңыздаршы, жарық келіп түседі, шағылады ғой. Оттан бұның P-сын біз приблизительно 2I бөлінген С деп жазсақ болады, ақ бет сияқты. И осы жерден бізге жаңадай әр секунд сайын бетке түсетін жарықтың энергиясын табу керек, яғни ол интенсивтілік табу керек болады бізге. Энергия емес, бұл жерде интенсивтілік кішкене шатастырып тұр. Өйткені қараңыздар, форма бізде қандай? Кішкене ашып көрсетсек, тағы да толығырақ. Интенсивтілік дегеніміз не да? Интенсивтілік дегеннің өзі ол негізінен бізде энергияның қандай да бір S-ке қатынас және Т-ға қатынас да. Түсінікті ма? Міне. Бізге энергияны тап деп тұр. Да, энергияны тап деп тұр. Қандай да бір жаңағыдай неге түсетін? Аудандық бетке түсетін, аудан берілмеген ғой бұл жерде. Әр секунд сайын дейді, секунд 1-ге тең. Сондықтан бұл жерде негізінен интенсивтілік табу керек болады. Сол интенсивтілік, яғни энергияның қандай да бір ауданға 1 секундта түсетіндігін дәлелдейді. Сондықтан бұл жерде P-ны просто 2-ге бөле саламыз. Неше шығады сонда? Так, орнына қойық. 110-ның 3 дәрежесі, 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі бөлінген 2 ма? Так, 150 бола ма? 150 болады. 10-ның неше дәрежесі болады? 11 дәрежесі ғой деймін. Шығып тұр осындай. Бұл дегеніміз 1-де 5, 10-ның 13 дәрежесі деп жазуға болады. Дұрыс па? Бұл нұсқасына келіп тұр. 98. Так, жақсы кетті, келесін шығарайық. 99-ды. Қараңғыда көп болған адамның көзі жаттыққан соң сәуле толқындарының ұзындығы 500 нанометр, ал қуаты 1 ватт жарық қабылдайды. Көздің торына 1 секундта түсетін фотон саны. Мынау енді оңай сұрақ қой деймін. Өте оңай. Өте оңай. Неге оңай? Өйткені энергия дегеніміз не? Энергия дегеніміз ол жерде H лямбда и фотон саны ғой, ал Е деген энергияны біз айттық, P көбейтілген Т деп жаза саламыз. Онда H N лямбда бола салады. Осы жерден N табатын болсақ, бұл P T лямбда бөлінген H бола салама. Осы формаға салып шығара саламыз. Өте оңай есеп. Так, енді қанша болатындығын есептей салайық калькулятормен, өйткені жаңағыдай. Қанша болады екен? Так, P-міз нешеге тең? 2-де 1 дей ма? 2-де 1 көбейтілген 500 бөлінген 663 дей салайық, бөлінген 3. Так, приблизительно менде 53 шығып тұр. 53. 99-да болады. Калькулятор минуттерде өздеріңізде тексеріп көріңіздер, менде осындай шығып тұр. Так, енді соңғы есеп шығарсақ, шағу коэффициенті берді. Шағу коэффициенті деген ро жаңа ғана көрсеттім мен бұны. Сабақтың басында қандай форма екендігі S берілген 10-ның -4 дәрежесі метр квадрат дейді. Әр секунд сайын барлық сөз жазу керек бұл жерде. N фотон саны бар.
және перпендикуляр түседі дейді. Толқын ұзындық бар. 510-ның минус 9 дәрежесі жарық қысым табу керек P-ны. Жаңа айтып өттік, P дегеніміз не дедік? P дегеніміз 1 плюс ρ I бөлінген С дедік па? Да. Бәрі бар burada, вроде, на есепте бәрі бар да. Енді берілген мәліметтерге бір қарап шығайық. Не нәрсе берілген, не нәрсе жоқ деген сияқты. 1 плюс ρ бар, а вот I жоқта бізде. I деген не дедік? Жаңа ғана айттық. I дегеніміз бұл E дедік та. S дедік. Бірақ бұл жерде қараңыздар, бір момент бар, ол фотон саны берілген да, сондықтан мына жерде n бірге жүреді. Енді орындарына қойып жібере салайық. Сонда орындарына қойып жібер дегенде E-ні білмейміз ғой біз. E-нің өзін ашамыз да, ол HC n, сонда мынау лямбда ST мен жүре ма? Осыны қояйық мына жаққа. HC n астында лямбда ST, енекті C бар өзі, на C мен на C кетеді. Сонда қорытқы форма бізде easy болып шыға салады екен да. Easy есеп екен болды. Қорытқы форма сонда бізде мына жаққа жазайын да, кейін калькулятормен тез есептеп жібере қойын. Өйткені 11 минут болып қалыпты уже. HN лямбда ST ма? Все. Мына бізде қорытқы форма. Осыған калькулятормен салып көре салайық, қанша шығады екен. Так, жүзде бізде 1-де 7 дейді. Көбейтілген 663, көбейтілген фотон саны біреуге тең, оны жазып керек емес. Так, қазір бөлінген 660 жоқ, бөлінген лямбдамыз қанша? 500 и бөлінген S-міз 10 и бөлінген T1. Приблизительно 2-де 25 микропаскаль шығады. Жауап 2-де 25 микропаскаль болады. Мына жауаптардың ешқайсымен сәйкес емес. Есеп қате деп ойлап қалып жүрмеңіздер. Есеп дұрыс. Жауап бізде 2-де 25 микропаскаль болады. Соңғы 100-ші есепте. Өздеріңізде бір есеп тексеріп шығарып көріңіздер. Болды, соны аяқтаймыз. Кванттық физика аяқталды. Енді бұйырса жаңа тараулар шығатын болады. Қандай тарау? Міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Сол тарауға есепті шығаратын боламыз.